Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі оңай жасалатын, екі заттан жасалатын балмұздақтың жасалу жолын ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар какао және банан. Ең алдымен бананның қабығын ашып, тазалап, видеодағыдай барлығын турап шығамыз. Мұздатқышқа салатын ыдысымызды дайындап аламыз. Бананның жақсы піскен түрін пайдалансаңыздар, балмұздақтарыңыз дәмді болып шығады. Дайын болған бананның барлығын ыдысқа саламыз. Сонан соң бетін пищевой пленкамен жауып, мұздатқышқа 3-4 сағатқа салып қоямыз. Банандар мұздатқышта толықтай қатуы керек. Мінекей банандар дайын. Қатырылған бананның барлығын блендерге саламыз. Сонан соң үстіне какаоны саламыз. Какаоның міндетті түрде сапалысын пайдаланыңыздар. Енді жақсылап барлығын езетін боламыз. Блендермен айналдырып отырғанда шеттені жабысып қалады, барлығын түсіріп, қайтадан езіп отырамыз. Мінекей достар, балмұздағымыз дайын. Балмұздағы өте дәмді болып шығады, әрі оңай жасалады. Дүкендегі балмұздақтан ешқандай айырмашылығы жоқ, өте керемет болып шығады. Бұл балмұздақты сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.